Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздерге сникерс чизкегінің рецептін ұсынамын. Өте дәмді болып шығады. Менің өзіме өте қатты ұнады. Кәдімгідей дәмі сникерстен ауынымайтын өте керемет чизкек. Бұл чизкекті сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны толық қараңыздар. Ең алдымен блендерімізге біздің печеньямызды саламыз. Кез келген печеньяны қолдансаңыздар болады. Менде топленый молоко печеньясы болды. Енді соны алып, біздің блендерімізден ұн сияқты қылып үгітеміз. Енді менде осындай печенье үгітілді. Үгітілген печеньяны алып, ыдысымызға саламыз. Барлығын саламыз. Енді біз дәл осы печеньямызға какао ұнтағын қосамыз. Ерген сармайымызды қосамыз. Енді силиконды күрекшенің көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Барлығын біркелкі етіп араластырған соң, енді олмен қолмен араластырып көреміз. Яғни сіздер қолмен осылай араластырып жатқан кезде, ол осылай печенье, какао ұнтағы, одан кейін ерген сармай барлық бір-бірімен бірігіп тұруы қажет. Осы себепті қолмен араластырамыз. Осылай бір-біріне біріктіргенде, ол осындай бірігіп қалуы қажет. Осындай болған кезде біздің печеньямыз дайын деген сөз. Енді менде 22 диаметрлік форма, дәл осы разъемный формаға біздің дайын болған печеньямызды барлығын саламыз. Печеньяны салған соң оны қолмен дұрыстаймыз, ал астыңғы жақтарын стақанның көмегімен біркелкі етіп дұрыстасаңыздар болады. Осылай дұрыстап шығамыз. Печеньені формаға дұрыстап орналастырамыз. Міне мен орналастырдым. Яғни ол осындай болып шығады. Барлық біркелкі етіп болып шығады. Енді біз салмасын дайындаймыз. Менде салмасына творогты қолданам. Творогты ең алдымен блендермен езіп аламыз. Одан кейін мен оған қаймақ қостым. Сосын кейін жақсылап араластырдым. Творог, қаймақ. Енді оған жұмыртқа қосамыз. Екі жұмыртқа қосамыз. Одан кейін силиконды күрекшенің көмегімен біркелкі етіп араластырамыз. Міне осындай біркелкі етіп қою массасы дайын болады. Енді оған біз клейгей қосамыз. Клейгей 33% болуы қажет. Клейгейдің температурасы маңызды, ол салқын күйінде болу керек. Енді біз оны алып, біздің дайын болған творогты массамызға құямыз. 150 мг құямыз. Енді біркелкі етіп араластырамыз. Араластырдық. Осындай қоюлықты болып шығады. Қатты қою емес, қатты сұйық емес. Кәдімгідей қаймақтың қоюлығында болып шығады. Енді біз бағана формаға салып қойған, дайын болған біздің печеньямыздың үстіне салмамызды саламыз. Міне мен салмамды салып болдым. Енді біз бұны 130 градуста қызып тұрған пеште шамамен 1 сағат дайындайтын пісіретін боламыз духовкада. Енді карамелін дайындаймыз. Ыдысымызға қантымызды қосамыз. Қантымыз қоңырға түске енген соң оған сармай қосып жақсылап араластырамыз. Одан кейін ыстық клейгейімізді қосамыз. Біздің карамель дайындайтын ыдысымыздың асты қалың болуы қажет міндетті түрде. Немесе біздің қантымыз күйіп кетуі мүмкін. Енді дайын болған карамелімізді дәл осындай погруженный блендермен жақсылап еземіз.
Енді менде бағанағы дайын болған чизкейкті духовкадан шығардым, оны суыттым. Одан кейін оған арахисті салдым. Енді оған дайын болған карамелімізді саламыз. Қасықпен біркелкетіп дұрыстаймыз. Сонымен біздің осындай өте дәмді, өте керемет сникерс чизкейкіміз дайын болып шықты. Маған өте қатты ұнады. Сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, үйдегі жанұяларыңызды қуантыңыздар. Менің өзіме өте қатты ұнайды. Сіздер бұны 22 наурызға арнап дастарханға қоюға да жасасаңыздар болады. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер арасындағы салмасына творогтың орнына творожный сыр қоссаңыздар да болады. Немесе творогпен алмастырып, оны блендермен езіп алсаңыздар да болады. Міне арасы осындай болып шығады. Дәмі өте керемет, кәдімгідей сникерстен мүлде аунымайтын торт. Егерде видеоны көрсеңіздер, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жібек. Менің өзіме өте қатты ұнады. Келесі видеода кездескенше, қош сау болыңыздар.